Өткен қателігіңді ұмыт. Тірісінде кешіре алмаған адамыңның өмірден озғанынан артық ауыр нәрсе жоқ. Семирджан, шын мәнінде, Алланың Әл-Ғафур, аса кешірімді деген есіміне ой жүгірткен адам тыныштықта, қамқорлықта, рахымдылықта, есендікте екенін сезеді. Міне, бұл көп жағдайда адамның жанына қажет, қол жеткізуге талпынатын таптырмас сезім. Мұсылманға бұйырған нығметтің бір көрінісі, ол өзі сияқты адамға күнәмді кешірер деп ешқашан жүгінбеген әрі жүгінбейді де. Сонымен қатар Алла мен өзінің арасына дәнекер қоймаған әрі қоймайды да. Міне, осы сезім мұсылманға жан рахаты мен үлкен сенім сыйлайды. Хижр сүресінің 49-шы аятында, «Уа, Мұхаммед! Құлдарыма, менің аса кешірімді, ерекше мейірімді екенімнен хабар бер» делінген. Алланың Әл-Ғафур есімінің сенің өміріңде көрініс тауып жатқан тұстарына қарашы. Осы бір ұлы есімнің мәніне терең бойла. Сондай ақ бұл есімдегі жасырынып тұрған мән мен мағынаны ұғын. Яғни кешірімді бол. Әл-Ғафур сөзі араб тілінде асырмалы, үстеме мағынасын жеткізу үшін құрылған сөздерге жатады. Ол көп кешіруші деген мағынаны білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда көп кешірімшілдіктегі асырмалы, үстемелі мән санды да, ауқымды да қамтып тұрғанын көреміз. Яғни, Алла сан жағынан көп әрі түрі жағынан да ауқымы зор күнәларды кешіреді. Бұл туралы Нәжім сүресінің 32-ші аятында, ақиқатында, Раббың кешірім етуде аса кең делінген. Алайда бұл күнә жасай беруге болады дегенді білдірмейді. Алла адам баласына қателікке ұрынатын, қателіктен қайтатын қасиетпен жаратқан. Сондықтан да адам баласына болмысына сай келетін талаптарды таңдаған. Барлық кемшіліктен пәк Алла тағала бізге кешіріміне сай болудың, оған жетудің жолын баяндаған. Мұның бәрі адам жанның тыныштық табуы үшін, нәтижесінде әлжуаздыққа, күмәнға, ұйқысыздыққа, рухани тоқырауға шалдықпас үшін берілген нұсқаулық іспетті. Таха сүресінің 82-ші аятында бұл турасында, расында мен тәубесіне келіп, иман етіп, ізгі істеп, сосын тура жолға түскен жанға аса кешірімдімін делінген. Алланың кешіріміне сай болу тәубенің, райдан қайтудың тұрақты болуынан басталады. Мұның артынан сол тұрақтылықтың дұрыстығын көрсететін сенім ілесуі керек. Артынша сол айнымас сенімнің растығы іс-әрекеттен көрініс табуы қажет. Мұның соңы табандылық, туралық және тура жолға түсумен аяқталуы керек. Міне, жан рахаты мен жан тыныштығын сыйлап, Алланың кешіріміне сай қылатын анық, жеңіл жол осы. Алланың кешіріміне лайық болу үшін түзелу мен ізгі амал маңызды. Екеуінің де орны ерекше. Бұл туралы Нахл сүресінің 119-шы аятында, ақиқатында, Раббың білместікпен еріп, жамандық жасап, содан кейін уақыт оздырмай тәубе етіп, түзелгендерге өзі жар болады. Сенің Раббың шәк шүбәсіз өте кешірімді, ерекше мейірімді делінген. Әнғам сүресінің 54-ші аятында, «Уа, Мұхаммед! Қашан саған аяттарымызға иман келтіргендер келсе, сендерге амандық болсын. Раббыларың рахымдылық танытуды өзіне лайық қасиет һәм өзінің басты ұстанымы қылды. Араларыңнан кімде кім білмей жамандық істеп, артынан тәубесіне келіп, түзелсе, шүбәсіз, ол өте кешірімді, ерекше мейірімді деп айт делінген. Сондықтан түзелуге талпынып, түзелу мұратың айналмайынша кешірім іздеудің еш пайдасы жоқ. Бақара сүресінің 220-шы аятында, Алла бұзғыншыны түзелуші жаннан айыра білетіді делінген. Раббыңдан кешірім етуін тілеген кезде, қателесіп бұзған істі түзетуін керек. Бұл туралы Бақара сүресінің 205-ші аятында, Алла бұзғындықты жақсы көрмейді деп айтылған. Бұған жер бетінде орын алып жатқан адам өлтіру, қуғын сүргін ұйымдастыру сияқты материалдық бұзғындық қана емес, адам жанының бұзылуы, адам жанын жаралау, көңілге қаяу түсіру, қарым-қатынастарды бұзу, және тағы басқа моральдық тұрғыдағы бұзғындықтар кіреді. Жалпы алғанда бұған тұлғаның, қоғамның дамымай қалуына қатты әсер ететін іс-әрекеттер жатады. Әнғам сүресінің 54-ші аятында, Раббыларың өзіне рахымдылық танытуды лайық қасиет әрі ұстаным қылды делінген. Расында, өзің Раббыңнан сұрап жүрген кешірімің мен өзгеге бере алатын кешірімің, Алланың өзіне лайық деп тапқан мейірімінен. Алла өз мейірімінің белгілі бір бөлігі сенің жүрегіңде де көрініс табуын қалайды. Әли Имран сүресінің 159-шы аятында, «Уа, Мұхаммед! Сен оларға Алланың мейірімімен жұмсақтық таныттың» делінген. Яғни Мұхаммед пайғамбарға сенің оларға жұмсақтық танытуың, олардың қате кемшіліктеріне кешіріммен қарауың, мұның бәрі Алланың саған және оларға деген мейірімінен деген мағынада айтылған.
Егер адам Алланың Әл-Ғафур есімін танып білмесе, істеген қателіктерінен тартқан уайымды, Алланың жазасын ойлағандағы қорқынышты жаны қалай көтерер еді? Өмірін қалайша жаңадан бастай алатын еді? Алланың кешірімінің кеңдігін ұғынбаса, әзиз пенде тіршілігін қалайша жаңғыртсын? Ғафир сүресіндегі күнәні кешіруші, тәубені қабыл етуші деген 3-ші аятты естімеген жан қалайша тыныш өмір сүре алмақ? Расында жаратушысының есімдеріне және бүкіл іс жағдайын қалтықсыз басқаратын, оның сипаттарына ой жүгіртумен өмір сүрген адам, жаратушының шеберлігінен өзін қалай басқара білу қабілетінің туғанын білетін болады. Сол үшін нақыл сөздің бірінде, кімде-кім өзін таныса, Раббысын таниды деп айтылған. Ал сен өз болмысыңа ой жүгірттің бе?